Нашим планом мы планируем где-то 1000 человек студентов, молодежи, активных, но не радикальных. Правильно. Никого не критикуем, а себя возвышаем. Соответствует имени партии, чтобы справедливость была. Соған рахмет жинағаны ақылдасып, осы жұмыстарға жүргізуге қойылған бірнеше сатылық неміз бар, жоспарымыз бар. Сол жоспардың өзіңізге айтып, жазып қойған өзіміздің программаларымыз бар. Оны электронды почтамен жібере салындырып, бізде жағы өзіміздің жобаларымызға кіргізе салады. Енді негізгі мақсат біздің алдымызда тұрған соңына оңтүстік Қазақстан ең үлкен облыс. 2,5 миллион халқы. 2,5 миллион халқы бар. 9 қала бар. 9 қала бар дейсің. Сондықтан осы оңтүстік Қазақстанның жұмысын біз дұрыстап кішкене өркендеп жұмысты жасатуымыз керек. Біздің алдымызда тұрған мақсат біреу ғана. Әділеттік. Экономика саласында болсын, әлеуметтік саласында болсын, саяси саласында болсын. Қай саланы алмасаң да, сонда әр саяси партия, біз партия болғандықтан біздің өзіміздің көзқарас болу керек. Өзіміздің ойымыз болу керек, өзіміздің пікіріміз болу керек. Осы қоғамдағы болып жатқан жағдайларға мысал бар. Бізде жалпы бүгінгі күні осы әлеуметтік мәселе жағынан алсаң да, саяси жағынан, саяси мәселесінің реформаларын жағдайда алатын болсаң да, қай саланы алмасаң да біздің өзіміздің жобаларымыз дайын. Мына осы февраль айында отырысы болады коалицияның. О коалицияға жаңағы біз енді әжептәуір дайындалып жатырмыз. Себебі біздің ұсынысымыз бойынша 3 мәселені көтереміз. Бірінші, зейнетақы қорлары жөнінде. Екінші, мына біздің профсоюз мәселесі. Үшінші мәселе жергілікті өзін басқару. Ал енді негізгі біздің алдымыздағы тұрған мақсат мына облыстағы біздің филиалдарымыз жалпы жаман емес. Бірақ енді сөздің шынын айту керек, мына оңтүстіктің ең үлкен біздің облыс болғандықтан біраз кішкене жұмыс шаршап қалды. Бүгін бе ертең бе заман да өзгерді, жағдай да өзгерді. Соған біз дайын болуымыз керек. Біздің негізгі мақсатымыз әйтеуір осы қоғамымыз, еліміз, жұртымыздың дамығаны керек бізге. Дұрыс па? Әділетті қоғам болса екен дейміз, демократиялық қоғам болса екен дейміз. Соған өзіміздің үлесімізді қоссақ екен деген сол мақсатпен істейміз. Ал енді филиалдарға келетін болсақ, бүгінгі күнде тұрған оның мақсаты не дейсіз? Негізгі мақсаты мына орталық комитеттегі шығып жатқан материалдарды, сөздің көзқарасын, мәлімдемелерін соны халыққа жеткізе білу, соны түсіндіре білу, активті жинап, протактивті өткізу керек оны. Сосын оған жаңағы жергілікті бақтың қызметкерлерін шақыру керек. Сосын жаңағы пенсионерлер бар өйде. Ардагер қоғамы бар, солардың бәрін шақырып, соларға жеткізсең керек еді. Мінекей ағайындар, біздің саяси партияның осы мәселенің төңірегіндегі біздің көзқарасымыз мынау, ұсыныстарымыз мынау, өкіметке жіберілді, парламентке жіберілді деп, соларға жеткізіп, түсіндіріп айтып, әрқайсысына қолдарына таратып берсеңдер, осы жерден материалдар енді шығып тұрады, орталықтан шығып отырады. Себебі қазір сол енді жоғары деңгейдегі шаруалар болып тұр ғой. Сондықтан біз соны қалмауымыз керек. Күнделікті соны сараптама жасап, соны біз зерттеп отыруымыз керек. Соны сендерге өзіміздің партияның атынан деп көзқарасымызды сендерге жіберіп отыруымыз керек. Әрине, жергілікті өздерінің мәселелері көп. Мысалға Шымкент облысының мәселе проблемасы бар? Аз емес. Орал облысында спецификалық. Орал облысына алындар мысалы, Талдықорған қай облысты алмасаң да өзінің спецификалық, өзінің проблемалары болады. Міне, оған да сендер көңіл бөліп, жаңағы ауылда болып жатқан жағдай мына. Мысалы айтайық, су дейміз ба, жағдайда басқа жағдай дейміз ба, фермерский хозяйство дейсің ба, соны көтерсеңдер болады. Әрине, ақылдасып істеу керек оның бәрін. Өзіміздің негізгі жаңа саяси платформамыз бар ғой. Соны былай қарап отырып, мына мәселе, біздің алдыдағы мәселе мынау екен. Оны қалай шешеміз? Алдымен көрейікші, біздің саяси партия осының төңірегінде не айтып жатыр дегендей, соны өзің тараптан көріп алу керек, біліп алу керек. Содан кейін барып жаңағы азаматтармен жиналып, ал давайте осы мәселені көтерейік. Сол мысалға акиматта ай сайын бір отырыстар болады. Саяси клуб деген бар. Ол Шымкентте де болу керек. Міне сол жерге осы мәселелерді Әділет партиясының атынан, филиалының атынан өздері көтеріп отырулары керек. Жұмыс істейін деген адамға жұмыс жетеді. Біздің мақсатымыз елімізге, халқымызға еңбек істеу. Міне. Амбициямыз бар. Әрине, саяси партия болғандықтан біз күресуіміз керек билік үшін. Ол сөзсіз. Ол аксиома, оны ешкім жоққа шығарамайды. Бірақ оның да жолы дұрыс болу керек.
әлгі қолымызға балтаны ұстап далаға шығып айқайлап аттандардан бұдан ештеме шықпайды. Жабайы революция. Жабайы революция дұрыс айтасыз. Біздің өзіміздің жоғары деңгейімізді көрсетуіміз керек. Саяси 21-ші ғасырдың партия екенімізді біздің білдіруіміз керек. Қазір енді қанша адамдай өздерінің араларында дәлелденді? Негізгі Күлекеңнің тізім бойынша 1,5 мың адамдай бар. Бірақ оның ішінде қазір активный стадияда жұмыс істеп жатқандары өте кемшілдік. Біз соны партияның мынау барлығында өзіміздің регионалдық жиынында өткізіп, бәріміз бірге ақылдасып, партияның ішінде жаңалық енгізсек деп етеміз. Қайтадан керегі бір жасап, өзіміздің ішімізде кішкене праймериз жасаса. Өйткені мынау праймеризді шетелде көп көрсеткенге жастар соған қызығып жүр. Бәлкім жастардың ішінде де әлі талантты жігіттер бар шығар. Соны талдау жасап отырып, солардың ішінен ұмтылып, өзіміздің мысалы айталық біздің оңтүстік Қазақстанға тән кластерлік экономикалық саясаты бар ғой. Сол саясат неге жұмыс істемей қалды? Я болмаса жұмыс істеп жатырмыз. Соны өз арамызда талдау жасап, біз бір сілкініп алсақ деп жатырмыз. Соны жүргізіп, сол саясаттың арқасында. Бірақ жаңағы өзіңіз айтқандай партия деген бұл яғни бәріміздің ойымыз бір жерден шығатын ұйым. Сондықтан партияның негізгі саясатынан ауытқып кетпеу керек. Дұрыс. Ал егер жаңағы арамызда жүрген радикалды көзқарастағы жастар болатын болса, партия мүшелері, оларды біз басқа бағытта жүрсеңіздер, бізді қалдырсаңыздар деген ойдамыз. Өте дұрыс. Өзіміз арамызда тазалап алсақ деп жатырмыз. Дұрыс. Сол. Ал енді мына аудандарда қалай связь бар ма? Қазір көп аудандарда жұмысын жандандыру керек. Бірінші кезекте енді біз Түркістан, Жетісай сияқты аудандарды алмақшымыз болды. Жетісай білесіз 350 мың халық тұрады. 350 мың халық деген мынау солтүстікте бір облыстан көп. Рас. Бір ауданның өзінде. Сол аудандардың өздеріне тән шекара бойындағы халық болғаннан кейін сол шекараға байланысты Өзбекстанмен қарым-қатынастағы спецификалық сұрақтарды шеше алатындай көзқарас болу керек. Ол бәлкім кейде Шымкенттің қаланың ішіндегі көзқарас оларға келе бермейді сай. Әрбір регионға жеке келіп, сол партияның сол жақтағы көзқарасын қозғады. Сізден және бір рұқсат сұраға келгеніміз, бұл жаңағы сіздердің орталық комитеттің рұқсаты бойынша біз өзіміздің сол оңтүстік өңіріндегі партияның рупор ретінде шағын газет шығарсақ па деген ой. Оның атын да белгілеп қойдық қазір. Әділет ұшқыны, Искра справедливости деген. Екі тілде әзірге шағын тиражда оны мынау министрлікке тіркеп, содан кейін өзіміздің партияның ішінде көзқарасымызды соған салып, оны электронды түрде жасап. Біз жалғыз ғана мына қағаз түрінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында ғана күресіп қоймай, біз интернеттегі лекторат үшін де күресіп қойып жатырмыз. Өте дұрыс. Қазір интернетте қаншама халық еркін ойдағы жастардың көбісі осы торға кіріп кетті. Сондықтан біз сол тордың ішінде болсақ дейміз. Қазіргі заманның ағымына сай біз де болуымыз керек сол жерде. Латын тілінде жазып жатады өздері. Біз де солардың тілінде жазып, солармен хабарласып отырсақ дейміз. Жаңағы, яғни жастардың пульсын ұстап olsak. Ал енді оны жарайды. Өте бұл ұсыныстарым өте күшті. Мен оны қолдаймын, оны жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ енді соны істейтін азаматтар бар ма? Оған қазіргі таңда біз мынау Шымкент студенттер жастар арасындағы жүргізіп жатқан сауалнамамыздың негізінде біз соны істеуге, яғни тегін жұмыс істеп, өзінің жаңағы энтузиазмын білдіретін жастардың бар екенін көріп отырмыз. Біз оны негізге біз Германияда ХСС партиясы бар ғой. Соның тарихынан мысал алып отырмыз. Өйткені біз жастарды пайдаланбақпыз. Ол студент жігіт өзі оқиды, сабағын істейді. Уақыты бос кезінде бәрінің жиналатын бір жері болсын деп біз, яғни сол студенттердің тура 1-2 университеттің Шымкенттің негізгі орталығы, облыстық әкімшіліктің тура жанынан офис ашып, еркін түрде келтіріп береміз. Олар яғни келіп кете береді. Сол жерде өзіміздің интернет клуб тұр. Тегін. Әр партияның мүшесі келіп, өзі 2-3 сағат отырып, өзі белгілеп кетсе, оған біз жаңағы партияның мүшелерінің жастардың арасындағы әрбір 10 адамға бір адам 10-дық қылып, өзіміздің тарихымыздан. Сол 10 басы, 100 басы, 1000 басыға дейін жетіп, сосын төмен басы қылып қоймақшымыз. Яғни біз өзіміздің тарихи тамырымызбен қазіргі 21 ғасырдағы өркениеттік саясат екеуін біріктіріп отырсақ дейміз. Өйткені өткенін білген жастар өте қарқынды келіседі. Одан кейін және бір айта кететін неміз қазіргі кезде біздің көзқарасымызша енді әрине біз бәрін біле бермейміз ғой. Бірақ біздің өзіміздің жүрген сауалнамамыздың арқасында
Қазақстанда орыс тілді қазақ жастары қамтылмай қалып кетіп жатыр. Біз соларды мынау жалпы топтан қалып кетіп жатыр сыртта. Біз соларды тартып алсақ дейміз. Олардың да айтары көп. Оларды жоқ деп шығарып тастай алмаймыз ғой, қоғам мүшесі. Олардың да қосары көп. Соны да пайдалансақ дейміз. Яғни ол лекторатта жұмыс істеу керек. Мына өткендегі сайлаудың көп жұмысында байқадық. Жалпы интернеттегі опрос жасау бойынша біздің Қазақстанда 2 миллионнан артық орыс тілді қазақтар бар екен. Солардың көбісі сайлауда болсын, өзге жақта болсын, саяси белсенділіктері өте әлсіз болып жатыр. Яғни 2 миллионнан астам электорат мүшесі қалып кетіп жатқан болса, сырт неге бізге оны пайдаланбасқа? Дұрыс айтасың. Өте дұрыс айтасың. Соның бәрін қамтысақ па деген үлкен жоспарларымыз бар. Енді оның бәрін сіздермен салыстырып отырып, мына өзіміздің Әділет партиясының орталық сайты бар ғой. Сол жаққа біз жіберіп отырып үнемі бағытты корректировка жасап отырмыз. Және де айтатынымыз, біз жастарды бәрін тартамыз. Бірақ соның ішінде қазіргі негізі мынау Рахымжан ағамызбен ақылдасып отырмыз, радикалды көзқарастағы жастар бар. Оларды да біз тыңдап көрмекшіміз. Неге олардың көзқарасы олай болды? Мәні мен маңызын білейік. Әрине біз олардың көзқарасымен жүрмейміз ғой. Бірақ біз білуіміз керек, қайдан шықты ол ошақ. Сосын сол ошақты біз өзіңізге жеткізіп, соны жамыла жеңуге әрекет қылуымыз керек. Өте дұрыс. Кейбірде мысалға мұндай азаматтар бар ғой, сол жалығып, немесе жалған информацияға ілініп кетуі мүмкін. Сондықтан бізде мен мысалы бірақ мен мысал айтайын. Мен ана жыл былтыр сайлаудың алдында Еңбекші Қазақ деген аудан бар. Иә, өзім. Сол өзіміздің Еңбекші Қазақ аудан. Соған бардық. Ал енді соның барып, бірінші рет барып, біз сонда соғыс ардагерлері бар, еңбек ардагерлері, ағаларымыз, аталарымыз жолықтық. Біраз азаматтар танымалы, сол ауданның танымалы авторитеті бар азаматтар жиналды. Сол басында бісміллә деп жиналғанда ол кісілердің көңілі аса бізге деген көңілде болған жоқ. Сенімде болған жоқ. Бұл әділет дегенді қойшы, мынау дегенде әңгіме болды. Ал енді где-то бір мына сайтта бар, бір 30-40 минут сөйлестік, әңгімелестік. Соны мен енді шамам келгенше сол өзім жанымды салып, шын жүрегімнен жаңағы ниетімізбен өзіміз партия не екен, оның алдында тұрған мақсат қандай, біз қандай мақсат қойып отырмыз алдымызға деген бәрін ашық, шындықты айтып бергенде, жаңағы елдің бәрі тұрып біз әділет көтереміз де, бөлім сол арасында отырған бір ақсақал менсінбей бізде сондай қатты сөздер айтып отырған ақсақал аяқ жағында атып тұрып биледі ғой. Төке, осы Еңбекші ауданындағы әділет партияны басқаратын кім бар деді. Мен айттым, өкінішке орай ешкім жоқ дедім. Төке, онда мен боламын деді. Өз-өзін ұсынды. Қатты жұмыс істеді Еңбекші. Себеп, халықпен не құрым? Жиірек кездессем, көзбе-көз сөйлесіп отырып, өзінің алдында тұрған мақсатты ашық айтып отырсам, шын жүрегімнен шығып отыр соның бәрі. Халық түсінбегенде кім түсінеді? Жаңағы айтып отырған сенің жігіттерің бар емес пе? Жаңа сенің айтқан әңгімелеріңді мен жақсы тыңдап отырмын. Егер де соның бәрін біліп, осыны білетін болса ғой, бір әділет партияның алдында тұрған мақсат мынау екен ғой. Мынау әлеуметтік мәселе жөнінде қазір мынаудың позициясы мынау екен ғой. Ол Марченконы қолдап отырғанымыз жоқ бізге. Ал енді саяси реформалар білгенде мынау екен. Анау сот жағына келгенде бұлардың көзқарасы мынау екен. Парламент жағына келгенде мынау екен деп олар түсінеді сосын кейін. Анау радикалды сенің жігіттерің бетін бер қарай болуы мүмкін. Оның бәрі бізге өзімізге байланысты. Бізге байланысты. Қаншалықты біз соның жүрегіне жететіндей, сана сезімі жететіндей өзіміздің көзқарасымызды жеткізе аламыз. Біздің тікелей өзіміздің көзқарасымыз бар. Әлеуметтік мәселе болсын, саяси реформасы болсын. Одан біз бір адым шықпа, таймаймыз одан, өзіміздің көзқарасына. Бірақ соны көрсін, қаншалықты ол радикалды емес, конструктивті түрде оның бәрін жеткізіп отырмыз. Дұрыс айтасың. Мен 100% қолдаймын. Жаңағы соны жеткізе білейік. Сен онда былай істе, жаңағы айтып отырсың ғой, өзіміздің бір жобаларымыз бар деп отырсың. Соның бәрін жаңағы айтқан өзіңнің идеяларың бәрін маған сол қағаз жүзіне түсіріп бізге жіберіңдер. Жаңағы жарылайын деп отырған жастың бүкіл бойындағы жігер энергиясын дұрыс жолға бағыт беріп жіберсек деп жатырмыз ғой. Неге оның несін ертең өзімізге қарсы пайдаланбай, яғни оның көзқарасы қате болып отырғанымыз соны түсіндіріп үйретіп барып, әділет деген сөздің қасиеті күшті ғой. Өте дұрыс айтасыз. Осы сөздің аймағында еліміздің жалпы саясатына бағытына ағызып жіберсек дейміз ғой. Молодец. Көп жігіттер алдымыздағы тұрған. Сонда жұмылып өтілген жүкүйіңдей бәріміз әйтеуір сол сендер болып, біз болып, осы келесі сайлауда біз енді парламентқа өтетіндей жағдай тудыруымыз керек, жасауымыз керек.
сіздердің облыстарында қазір 2 депутат бар. Ауданның, иә. Мәслихатында. Біз енді мақсат қоюымыз керек, областың мәслихатқа қаншадан өту керек, мәжіліске қаншадан өту керек. Сондай кандидаттар жалпы сол адам саяси партия білу керек. Алдында тұрған мақсаты қандай, болашағы қандай. Мысалы айтатын болсақ, жігіттер, міне, егер де біз парламент өтетін болсақ, мына тізім бойынша бірінші, екінші, үшінші осылар болу керек деп оны ашық айтуымыз керек. Сонда олар да біледі, ел де халық та біледі. Ал енді областың әкімдікке мысалы, міне Шымкент облысынан өтетін азаматтар, мынау осымыз күресіміз керек, осылар көмектесуіміз керек дегендей. Халық білу керек, сол саяси партия мүшелері біле білу керек. Сонда адамда стимул болады. Мінекей алдында тұрған мақсат осы екен ғой. Біз осыған жету үшін тікелей халықпен жұмыс істейтін жағдай тудыру керек. Және бір сұрақ болады біздің партия мүшелерінің атынан. Біздің Әділет партиясының, яғни орысша айтқанда партия справедливость ғой. Осы партия справедливостьтің справедливость атты шетелдегі өзге партиялармен қандай контактысы бар? Мысалы, Таyyip Erdoğanның партиясы. Сайтқа кірді, анда не бар? Саяси партиялар. Мен Украинада болдым, Россияда болдым, 3 рет. Белоруссияда мен съездил. Белоруссияда партия труда и справедливости деген. Мен барып солармен жұмыс істеп жатырмыз. Украинада партия бар, социалистическая партия, онымен істеп жатырмыз. Россияда справедливость, партия справедливости, Мироновтың. Азербайжан, Белоруссия. Азербайжанда да социал-демократическая партия. Сосын кейін, значит, Молдавияда. Сосын кейін қырғыздармен жұмыс істедік. Шода қырғыздар қазір кішкене алсатып кетті өздері. Маған тікелей айтқаны, жаңағы бізде түріктер өте көп қой. Солар өз партиямыздың құрамына тартылдыңыз, олардың негізгі лидері Tayyip Erdoğan ғой. Сол справедливый партиямыз сіздер қатысыңыз бар ма? Мен енді олар да Әділет партиясы. Әділет партиясы. Ақшаны деген. Көріп тұрсыз, қазір мысалы көп араб елдеріндегі революциядан кейін Әділет партиялары келіп жатыр. 130 мың түріктер бар Қазақстанда. О жағын ойластырамыз, дұрыс айтасың. Қазір енді мына февраль айында барам ба деп отырмын, бірақ қайдан? Февральда мына шаруалар көп, осы жерде. Полицеевті өткізу керек, соны мынау коалицияның мәселелері бар. Бірақ март айында біз жиналыс өткізуіміз керек. Осы